Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазіргі уақытта өрлеу біліктілік арттыру курсынан өтіп жатырмын. Барлығымызға берілетін тапсырма, яғни ықшамдау сабағы. Сабақты ықшамдап жоспарлау және оны түсіндіру. Сіздерге бүгін мен өзімнің ықшамдалған сабағымды көрсетемін. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ықшамдау сабағы 4 слайдтан тұрады. Бұл арнайы PowerPoint программасына сала отырып орындаймыз. Ең алғаш жоғарғы жағында міндетті түрде біз қай облыстан, қай ауданнан келгеніміздің барлығы жазылып, көрсетіліп тұруы қажет. Міне мен өзім толық мекен-жайымды жазып өттім. Менде математика пәні түсті бірінші сыныптан. Соған байланысты мен ықшамдау сабағын жоспарладым. Сабақтың тақырыбы қосу және азайтудың байланысы. Оқу мақсаттары міндетті түрде кемінде 2 немесе одан да көп оқу мақсаттарын құрастыру қажет. Менде бірінші сынып болғандықтан мен оқу мақсатына 2 мақсатты алдым. Қосу мен азайту тең белгілерін пайдалану, 20 көлеміндегі сандарды онтықтан аттамай ауызша қосу және азайту, онтықтарды ауызша қосу және азайту амалдарын орындау. Сабақ мақсаттары. Барлық оқушылар 20 санына дейін ретмен және кері санай алады. Оқушылардың басым бөлігі 2 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға аттамай қосады және азайтады. Кейбір оқушылар 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту арқылы өрнек құрастыра алады. Бұл біздің сабағымыздың мақсаты. Енді бағалау критерийлері қосу мен азайтудың арасында қандай байланыс бар екенін біледі. Қосу, азайту тең белгілеріне өрнек құрастыра алады. 20 көлеміне дейінгі сандардың бір-бірінен аттамай, ауызша қосып және азайта алады. Бірінші слайдымыз міндетті түрде біздің тақырыбымыз, мақсатымыз, бағалау критерийін орналастыру қажет. Бұл бірінші слайдта. Екінші слайдта біз белсенді оқудағы әдіс-тәсіл, сабаққа байланысты, сабақта қандай әдіс-тәсіл қолдандым, барлығын осы екінші слайдқа топтастырып жазамыз. Ең алғаш мен топқа біріктіру. Мен топқа біріктіруді сиқырлы дорбаны қолдана отырып, жыл мезгілдеріне бөліп, жаз, күз, қыс, көктем деп 4 топқа бөліп, дорбадан суретті ала отырып, топтарға отырады. Күз суреті тұрғандар күзге отырады. Дәл солай топқа біріктірдім. Келесісінде миға шабуыл әдісі. Демек, қосу мен азайтуға байланысты өрнек құрастырады. Бұл жерде мен бір ғана өрнекті көрсеттім. Жалпы мұнда бірнеше өрнектер бар. Бұл жерде қалыптастырушы бағалау жүзеге асады. Қалыптастырушы бағалау көріп тұрғандарыңыздай геометриялық фигуралармен берілген. Бұл жұлдыз 5 балл, тіктөртбұрыш 4 балл және үшбұрыш 3 деген балл. Бұл бұрынғы біздің бағалау әдісімізге сәйкес келеді. Енді өткен сабақты қайталап болсақ, жаңа сабақты өтеміз, яғни өзіндік жұмыс. Мен мұнда попкорн әдісін алдым және тапсырма беру тәсілі. Мұнда есептері берілген, есептердің жәнінде әріптер көрсетілген. Осы есепті шығара отырып, берілген есептерді шығара отырған кезде мұнда бір сөз шығады. Осы сөзді табу қажет. Бұл жерде де қалыптастырушы бағалау қолданамын. Келесі сабақтың ортасында бізде топтық жұмыс болады. Яғни ойлан, жұптас, бөліс әдіс-тәсілімен. Бұл жерде әр топқа әр түрлі тапсырмалар. Мен мұнда барлығын көрсетпедім, нақты біреуін ғана көрсеттім. Бұл жерде бастауыш сыныптарда көбінесе ертегі кейіпкерлерін аламыз ғой. Дәл сол сияқты мұнда қасқырдың тапсырмасын көрсетіп қойдым. Қасқырдың, түлкінің, аюдың
тапсырмалары берілген. Қанша топ болса, сонша тапсырма құрастырамыз. Міне, бұл жерде салыстырады есептерді, қалыптастырушы бағалау жүзеге асады. Және сабақтың ортасында сергіту сәті жүзеге асады. Көңілді күн әніне, қимылдарына бойларын сергітіп алады. Соңғы тапсырма, яғни бұл да топтық жұмыс, кел ойнайық ойыны. Бұл жерде балықтары берілген. Осы балықтарда есептер шығарылған. Есепте мысалға 2-ні қосқан кезде 4 болса, демек мынау шыны 4 деген ыдысқа салады. Демек, есепті шығара отырып, мұнда тік 4 бұрыш ыдысқа жалпы осы балықтарды қандай сан шығады? Ыдыстардың сыртындағы берілген сан, мысалға, есепті шығарған кезде мәні қанша болады? Соның тұсына барып балықтарды салып отырады. Бұл жерде де қалыптастырушы бағалау жүзеге асырдым. Өйткені бірінші сынып болғандықтан барлығына бірде қалыптастырушы бағалау, барлық тапсырмаға бірде қалыптастырушы бағалауды алып отырмын. Бұл біздің екінші слайдымыз. Енді үшінші слайд, бұл жерде саралау кезеңі. Біз А, В, С деңгейіне бөлеміз. Ол барлығымызға түсінікті. А. Сандарды жұптастырып салыстыру. Б. Ақиқат пен жалғанды ажырату, бояу. С. Артық санды табады, не артық екенін түсіндіреді. Бұл саралау кезеңде. Ал енді біздің дескрипторымыз екі жиын элементтерінен жұп құрастырып салыстырады. Сурет бойынша ақиқат пен жалғанды ажыратады, артық сандарды таба алады. Келесі қосу мен азайтуға өрнек құрастырады, сандарды салыстырады, есептің мәнін таба біледі, балықтарды аквариумға орналастырады. Бұл жерде тапсырмалардың бұл дескрипторлары. Кері байланыс менде кері байланыс БББ кестесі бойынша білгім келеді, білгенмін дегенге өз ойларын айтып өтеді. Ал геометриялық фигура арқылы смайликтер көрсетілген, бұл қалыптастырушы бағалауды жүзеге асырдым. Соңғы сабақта, яғни соңғы 4-ші слайдымыз, яғни ықшам сабақ туралы пікіріміз. Міндетті түрде өзіміз қандай пікір, ойымызға не түйдік, қандай пікір қалыптастырдық, соны жазып өтуіміз қажет. Менің жазғаным бұл бағдарламаның негізі өмірмен байланыс ұғымына құралған. Сабақ бір мақсатқа жетуді көздейді. Ықшам сабақта спиральды білім беру бағдарламасы жеңілден күрделіге ауысуға мүмкіндік береді. Бағалау критерийі бойынша оқушылардың оқу жетістіктерін үнемі мадақтау, марапаттау арқылы бағалауды, қарым-қатынас жасау дағдыларын пайдалануды, жалпы тренердің көмегімен және әріптестердің көмегімен кері байланыс жасау арқылы саралау жұмысына көбірек көңіл бөлу керек екенін түсіндім. Жалпы ықшам сабақта менің ықшам сабақ туралы пікірім дәл осылай болды. Назарларыңызға рахмет. Сабақ ұнаса тіркеліп қойыңыздар.